Сен жолыңды қай жерден бастап, қай жерден аяқтағаның маңызды емес. Бастысы, сен өз жолыңда қандай қиындықтарды еңсердің. Міне осы ең маңызды дүние. Егер адамда сенім болса, онда ол мыңдаған сәтсіздікті жеңіп шығуға қабілетті. Себебі бір адамның сенімі мыңдаған адамның күмәнін күл талқан етеді. Дәл қазір бізде әлемдегі ең құнды дүние бар. Ол уақыт, бірақ ол бітіп жатыр. Біздің уақытымыз өтіп жатыр. Сендер жай ғана отырған кезде өздеріңнің армандарыңа қарай алғашқы қадамды жасау ол өте қиын, бірақ одан да қиын дүние бар. Сен өткеніне қараған кезде өзіңнің жіберіп алған мүмкіндіктеріңді көресің, және бұл саған ең үлкен өкінішті сыйлайды. Сондықтан болашақта бұндай өкініш болмас үшін сен дәл қазір әрекет етуің керек. Сен дәл қазір іске көшуің керек. Біз ешқашан өзіміздің неге қабілетті екенімізді білмейміз. Қандай биіктерді бағындыратынымызды. Адалдық, шыншылдық, адамгершілік, қайсарлық, еңбекқорлық, алдыға деген ұмтылыс. Егер сен осы құндылықтардың соңынан ерсең, тарихта із қалдырасың. Бізде кез келген дүниені іске асыра алатын қабілет бар. Біз бәріміз қабілеттіміз. Сенің өмірің қасқаған сәт ол өтіп бара жатыр. Біз өлімнен қашып құтыла алмаймыз. Біз уақытты тоқтата алмаймыз. Бірақ әрбір күн біз өзімізді жетілдіре аламыз. Әрбір күн сен өз арманыңдағы адамға айнала аласың. Ешқандай күмәнсіз, ауыр еңбек сені далада қалдырмайды. Барлығы өз қолдарыңда, жігіттер. Бірақ сендер ылғи қиындықтардан қаша бересіңдер, немесе ыңғайлы уақытты күтесіңдер. Бірақ ыңғайлы уақыт ешқашан келмейді. Дәл қазір кешірім сұрап, өз кінәларыңды жуып шайып, бәрін дұрыс істеуге болады. Кім біледі, бізде қанша уақыт қалған. Егер сенде мүмкіндік пайда болса, айналадағы сұмырайлардан сұрама. Отырып алып, болмашы дүниелерді айтуды доғар. Bir күні сен оқуыңды бітіресің. Bir күні сен үлгі тұтарлық адамға айналасың. Басқалар саған қарап тамсанатын болады. Бірақ бұл үшін сен боранның арасынан өтуің керек. Сен 100% іске көшуің керек. Кім мұны қалайды? Кім көпті қалайды? Біз мәңгі емеспіз. Bir күні бәрі бітеді. Сондықтан қорықпай әрекет ет. Қазақ мәтелмеш. Бұл дүниеде не мүмкін емес? Ештеңе. Барлығы мүмкін. Біз жоқшылықтан шыққан адамдарды көреміз. Қалтасында ештеңе болмаса да өмірінің соңында бүкіл әлемде емденген адамдарды көреміз. Себебі олар өздерінің не қалайтынын әу бастан-ақ білген. Егер сен өз мақсатыңды елестете алсаң, оны сен шындыққа айналдыра аласың. Егер бір мақсатына жетсе, сен де жете аласың. Және мен саған уәде беремін, сенде қандай мақсат болмасын, осы алып әлемнің бір жерінде саған дейін оған біреу қол жеткізген. Сен соны тауып, үлгі тұтуың керек. Сосын оны ары қарай дамыта түс. Бұл сенің қайда туылғаныңа, кім болып туылғаныңа, отбасы мен достарыңның мүмкіншілігіне тәуелді емес. Бұл тек саған тәуелді. Сенің мүмкін деген сеніміңе тәуелді. Тек сен, барлығы мүмкін. Сен жоқ деп айтушылардың қатарынан болсаң, сен үшін барлық дүние мүмкін емес болып көрінеді. Және бұл сенің шындығыңа айналады. Егер сен мақсатыңа жетуде шектеулер бар десең, онда ол сен жасаған сылтаулардан тұрады. Бәрі мүмкін деп сенушілер барынша тырысып көреді. Олар мақсатына жету үшін бәрін тәуекел етеді. Олар өз мақсатынан мүлт кетсе де ешқашан тырыспайтындардың алдында болады. Сен қашан да кез келген дүниені мүмкін деп сенсең, көп нәрсені жоқтан барға айналдырасың. Үмітсіздікті жеңіске, жоқшылықты молшылыққа. Егер басқалар қол жеткізсе, сен де қол жеткізе аласың. Тек сеніміңді жоғалтпа. Иә, сен өзіңді бос, жалғыз, ешкімге керек емес дей сезінетін шығарсың. Сенің өміріңде қазір қараңғы түнек шығады, бірақ ол сенің өміріңде мәңгі қалу үшін келмейді. Кез келген түннен кейін жарқырап күн шығады. Өмір ол асфальт сияқты тегіс жол емес, ол ақ пен қарадан тұрады.
егер бүгін жаман күн болса, онда ол сенің бар өміріңнің жаман екенін білдірмейді. Бұл мақсатыңның мүмкін емес екендігін білдірмейді. Бәрі мүмкін. Сен мүмкін емес деп қара жердің астында жатқан кезде ғана айта аласың. Ал қазір сенің жүрегің соғып тұр. Сен тірісің, сондықтан бәрі мүмкін. Брюс Ли айтқандай, егер біреу қандай да бір жетістікке жетсе, сен де жетесің. Ал ешкім жетпесе, бірінші бол.